Қазіргі сабағымыздың тақырыбы дизайн және жарнама. Жарнама негізінде реклама. Франция тілінде ол реклама деп аталады. Ал қазақша жарнамалау, жариялау деген мағынаны білдіреді. Бұл негізінде жарнаманың негізгі қасиеттері, бұл жарнамасыз тұтынушылардың нелері өзінің товарларын өткізуге өте қиындық тудырады. Белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабарлар таратылып, оларды әйгілеу. Жарнама көпшілік ақпарат құралдары, мысалы теледидар, радио, газет, интернет, проспектілер, плакаттар, тағы басқалар, солар жатады. Және де мына телефондағы Instagram деген, жаңағы WhatsApp, тағы да TikTok, солардың бәрі де осы неге кіреді. Осы нелер арқылы жүзеге асырылатын коммуникация арқылы түрі және барлықша жаңағы түрлері болып табылады. Кез келген жарнама хабарламалық болмыс назар аударушылық сипаттамамен ерекшеленеді. Жарнаманың түрлері көп. Мысалы, сату орындарындағы жарнамалар, инструкционалды жарнама, жақсы пікір қалыптастыру мақсатындағы жарнамалар, жарнама хабарламалық, жарнама сауда және көлік жүйесіндегі жарнамалар, көше жарнамалары, плакат, афиша, ауызша жарнамалар, баспалық жарнамалардың тағы да басқа түрлері өте көп. Мысалы, ежелде ауызша жарнамаларменен көшеде жүріп, мысалы, жариялау арқылы сондай осы немене іс жүзіне асырған. Жарнаманың қарапайым түрлері біздің эрамызда пайда болған. Ежелгі Грекия мен ежелгі Римде жарнама хабарландыруларын алғаш тақтайластарға жазып, хабарлық көп жарнамаларын алаңдарда айғайлап, жар салып, солай жариялап отырған. Баспаға басылған жарнамалар Англия менен Францияда 17 ғасырда пайда болды. Мысалы, оларда да жаңағы газет, тағы да басқа афишалар арқылы жүзеге асырылған. Жарнама қазақ халқында да ежелден белгілі. Оның ауызша үлгілері де фольклорлық әдебиеттерде жарық шашу, жар салу ұғымдарыменен белгіленген. Жарнама үлгілері Қобыланды батырда да кездеседі. Мысалы, мұңлық, зарлық, тағы да басқа да, мысалы, Алпамыс батыр, тағы да басқа жырауларда, эпостық жырларда өте үлкен жақсы орындар алған, кең орындар алған. 19 ғасырдың аяғында Түркістан уалаяты, дала уалаяты газеттерінде саяси экономикалық мәселелерге байланысты оқу ағарту әдебиет және өнер білім бойынша жарнамаларды кеңінен таратып отырған халықтарға. 20 ғасырдағы жарнаманың мақсаты және міндеті, мазмұны кеңейіп, икемділігі артты. Осы жарнамалардың арқасында жарнама тілінің ішкі құрылымы сараланды, талқыланды, кеңінен халықтарға молынша, барынша жаңағы жеткізе білді. Нарықтық экономиканың қанат жаюына орай Қазақстандағы жарнамалық қызмет түрлері сан алуан болып дамуда. Қазіргі кездерде жарнама стратегиясымен айналысатын және жарнама компаниялары пайда болды. Олар шарықтап, жаңа кеңейіп, өзінің товарларыменен, өзінің жаңағы әдіс тәсілдеріменен, тәжірибелеріменен танымал бола бастады. Жарнаманың бір түрі афиша, хабарландыру іліп қою.
театр афишалары, спектакльдерде және де басқа да көңіл көтеретін шаралар туралы хабарландырулар. Афишалар театрдың алдында, көшелерде, және де алаңдарда, және де әртүрлі суреттермен, әртүрлі безендірілген жазуларменен осы көпшілікке жеткізіліп отырды. Басқа да көпшілік жүретін орындарға ілінді, ілініп те жүр қазіргінің өзінде де. Жарнама тауарларға сұранымды қалыптастырып, ұлғайту мақсаттарында олардың қасиеттері мен көрсетілетін қызметтері туралы ақпаратты тиімді бағытта тарату. Сондайлар жүзеге асырылып жатыр қазіргі кездерде. Ғылымда да осындай көптеген жаңалықтарменен біз тәнті боламыз деген. Жарнама тауарлардың немесе қызметтердің сапасының кепілдемесі деп есептейтін негіздеме бар. Жалған алдамшы жарнамалар тауардың нарықтық жойылуына алып келеді. Тек қана қанағаттандырылған және де сараптамадан өтілген және де ол талқыланған тауарлардың түрлері тұтынушы жарнамаларға қызметтерінің нарықта тұрақтануын қамтамасыз ете алады. Және де осы уақытқа дейін жақсы атақты компаниялардың көбісі осы жарнамалар арқылы өздерінің біліктілігін бекітуде. Бірде бір өсіп келе жатқан кәсіпкер сапасы төмен қызметті жарнамалап өз қаражатын шашпайды. Мұндай жағдайларда кері істерді нарықта тұрақтанбайтын уақытшалар бір күндік бизнесмендер пайдаланады. Ал ондай болашақтағы жаңағы үлкен көлемді жоспарлы бизнесмендер олай жасамайды. Нарықтың заңдылығына сай сапасы төмен қызмет көп уақыт ұзамай жойылады. Өйткені олардың жарнамалары өте былай айтқанда қысыңқы болады және де сенімін ақтамағандықтан тауарлар өзінің сапасында, өзінің былай айтқанда сенімділігінде жоғалтады. Назарларыңызға рахмет.